Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тойымды әрі пайдалы таңғы ас жасайтын боламыз. Бұл таңғы аста біз авокадо қосылған тост жасаймыз. Ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі нан. Нанымызды кесіп алып қыздырамыз. Нанды мен сковородкаға қыздырдым. Және де нанымыздың екі шетін қызыл қылып қыздырып аламыз, қытырлақ әдемі болу үшін. Енді авокадомыздың ортасынан бөлеміз. Және де мына видеода көрсетілгендей авокадоларымызды тураймыз. Осы тураған авокадоларымызды қасықтың көмегімен тарелкамызға саламыз. Келесі кезекте авокадомыздың екінші жартысын тураймыз. Авокадоның дәнегін, яғни сүйегін алып тастап, видеода көрсетілгендей қылып кесеміз. Авокадоларымызды шанышқының көмегімен езіп шығамыз. Мінекей авокадомыздың барлық жерін езіп шықтық. Ендігі кезекте бізге керегі лимон. Лимонымызды осы авокадомызға қосамыз. Бұл жерде лимонның суын көп қосқан сайын дәмі өте дәмді болады. Лимонымыздың суын қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Және де осы кезде өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Тұз, қара бұрыш дегендей. Ендігі кезекте жұмыртқамызды қуырайық. Сковородкамызды орташа отта қыздырып, оның үстіне мен зәйтүн майды құйдым. Сосын екі жұмыртқамызды жарып, сковородкамызға саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Жұмыртқамыздың бетін жауып, жай отта 2-3 минут пісіреміз. Келесі кезекте бізге керегі қызанақ. Қызанағымызды жақсылап тұрып жуып алып, майдалап турап шығамыз. Осы туралған қызанағымызды авокадомызға қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Енді қызартылған нанымызға творожный сүр жағып шығамыз. Яғни бұл жерде творожный сырды нанымыздың бүкіл шетіне жағып шығуымыз қажет. Творожный сырымызды жағып болған соң, нанымыздың үстіне авокадомызды видеода көрсетілгендей қылып салып шығамыз. Екінші нанымызға да авокадомызды саламыз. Нанымыздың үстіне қуырылған жұмыртқаларымызды қойып шығамыз. Мінекей достар, біздің тойымды әрі пайдалы таңғы асымыз дайын болды. Осындай бізде әдемі тост шықты, авокадо қосылған. Мінекей сіздерге ортасын бөліп көрсетейік. Бұл тост өте дәмді болып шықты. Шынымды айтсам, маған авокадо ұнамайтын еді. Бірақ осы тосттан кейін авокадоны өте қатты жақсы көріп кеттім. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.